Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай оңай тез жасалынатын үйде бар заттармен қолжетімді кекстің рецептісімен бөлісемін. Каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге жұмыртқа, сүт, сұйық май, разрыхлитель, ванильді сахар, қант, ұн керек болады. Барлығы бөлме температурасында болғаны дұрыс. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамыз бөлме температурасында болу керек. Оның үстіне қантымызды саламыз. Тағы да жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Миксер қолдансаңыздар да болады. Оның үстіне бірден сұйық майымызды және сүтімізді құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді келесі кезекте електен өткізілген ұнымыздың үстіне ванильді қантпен қамыр қопсытқышымызды салып араластырып аламыз. Кейін сұйық массамыздың үстіне ұнымызды салып бірден саламыз барлығын. Асықпай жақсылап араластырамыз. Бізде қоймалжың сұйық масса болады. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған духовкаға саламыз. Қалауыңызша орех, изюм, курага салсаңыздар болады. Мен осындай орех салдым. Осындай кекске арналған силиконды формаға құйып, 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Өте дәмді әрі тез жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.